Қайырлы ораза тұтқан ағайындар, оразаларыңыз қабыл болсын, берік болсын. Қалған 29 күнде Құдай қаласа бар дұға тілектеріңіз қабыл болсын Алладан. Так, менің есімім Ғалымжан, Астана қаласынан, Қызылорда облысының тумасымын. Бұнда TikTokта тікелей эфирде қаржы және инвестиция туралы айтамын. Үнемі бұл инвестициялардың өздерінің мысалы әртүрлі мерзіміне, тәуекеліне қарай үшке бөлінеді. Мысалы, соның ішінде мысалы консервативті инвестиция деп бөлеміз. Ұзақ жылдарға мысалы, одан кейін орташа мерзімін среднесмешінде, умеренді атайды. Ол орташа мерзімде жұмыс жасайды. Одан үшіншісі агрессивті қысқа мерзімде жұмыс жасайтын. Қысқа болғанда қысқа мерзімде күнделікті табыс табатын жағдай. Мен айтылғанына ұқсай. Именно осы туралы, агрессивті инвестициялар туралы айтатын боламын ағайындар. Бұл біздегі агрессивті инвестиция тек қана форекс қана емес ағайындар. Қазір айтайын деп отқан нәрсем, бұның сыртында да басқа да супер агрессивный инвестициялар бар. Олардың қалай прибыль жоғары болса, рискісі жоғары. Сондықтан оны да есте сақтағаныңыз жөн болады ағайын. Сонымен агрессивті инвестиция, бұл менің сізге қазір ұсынып отырғаным форекс. Форекс деген бұл 50 жылдан аса өзі жұмыс жасап жатыр. Дүние жүзінде ірі банктер, миллиардтаған обороты бар пенсионный фондтар, страховые компании, импорт-экспорт компаниялар, трастовые компаниялар, финансқа қатысы бар қандай институт бар, институционалды деп айтамыз оларды. Соның барлығы бірдей осы форексте күнделікті өздерінің табысын көріп отырған жағдай бар. Және сразу айтайын ағайындар, бұрынғыдай қолмен жұмыс жасау, мысалы стратегиямен отырып трейдерлардың отыратын жағдай, ол жағдайдан кеткенбіз. Одан кейін полуавтомат торговый сигналдармен жұмыс жасайтын, олар рынокта бар, өте жақсы жұмыс жасап жатыр. Бірақ олар да уже рынокта, именно валютный рынокта көп жасамайды. Қазір основном сауда жасап отқан барлығы бірдей торговый боттар. Эксперт деп атаймыз, советник деп айтамыз, робот деп атаймыз. Аттары көп, бірақ шаруасы бір. Бұл компьютерлік бағдарламалар, роботтар, жасанды интеллект негізінде жасалған роботтар, бұл дүние жүзі бойынша қазір өте жақсы жұмыс жасап жатыр ағайындар. Күндігіне секундтар, ойлаңызшы, доли секундта мысалы, ол қаншама рынокта сонша көп көреді мысалы, соның барлығында бірдей, оның ішінде самый выгодный өзі таңдап, өзі ашады сделканы и өзі жабады. Осындай роботтардың қазір легі Қазақстанның өзінде және сыртында өте жақсы жұмыс жасап жатқан жағдай бар. Ғалеке, ассалаумағалейкум, қал жағдайыңыз қалай еді? Шүкір Аллаға, рахмет. Так, бұл Жамал. Кеш жарық дейді, қайырлы кеш, қалдарыңыз қалай, амансыздар ма? Тұтып жатқаныңыз оразаңыз болса, қабыл болсын, бәріңізге бірдей. Шай шөлдедік, қалғанның бәрі дұрыс па ағайындар? Бас ауырғаны бар да шайдан. Қазақ шайсыз болмайды. Так что шыдаймыз, ничего страшного, бір-екі күнде өз қалпына түсіп кетеді. Түстің шайын, бестің шайы дегенде бәріміз жақсы көреміз бірдей. Сондықтан оразаңыз қабыл болсын ағайындар. Алланың беретін сауап тұрғанда шай деген не, дұрыс па ағайындар? Сондықтан таң атқаннан кеш батқанға дейінгі тұтқан оразамыз, құлшылығымыз Алладан қабыл болсын, иншалла. Так, сонымен бұл жасанды интеллект жасалған роботтың мен бір легін айтып кетейін сіздерге. Бұл General Trader Group компаниясының 2017 жылдан бері жұмыс жасап тұрған 20 роботы. Так, инвест шот деген акция алатын шот па дейді. Менің қаржылық сауаттылық курсы жүріп жатыр бізде қазір. Сондағы біздің шәкірттеріміз қойып жатқан сұрақ. Дұрыс айтасыз, қысқаша айтып кетейін мен. Өзіңіздің Народный банктың карточкасы болса, сізде мобильный приложениесін қосымшасын жүктеп алғаннан кейін, сол Народный банктың менюында, главный страницасында инвест деген раздел бар. Сол инвест бассаңыз болды, ішінде верификациядан өту керек болады. Подтвердить, далее деп басып келген кезде, ар жағында сізде жаңа биоидентификация түріп көзіңізді, қасықтың барлығын түгел түсіріп жүргеннен кейін инвест шоты сізге ашылады да қояды. Тұрсында бұл Народный банктың өзінің дочкасы кім? Халық инвест деген. Каспийден инвест шот ашуға аударуға бола ма дейді. Жоқ, Каспийде инвест шот жоқ. Тек Каспийден Народный банк аударасыз, кәдімгідей 200 теңге ма, несі бар, комиссиясы бар. Каспийский қымбат ол, білесіз. Содан кейін, ар жағында сол инвестиция толтырып алғаннан кейін, именно Народный банкте карточка шотыңызды ішіне без комиссия аударасыз да, ішінде что купить десеңіз болды, акцияның барлық түрі тұр. Егер сіз менің қаржылық сауаттылық курсындағы шәкіртім болсаңыз, сіздерге арналған уақыт бізде түскі 1, таңертең сағат 8-ден 10-ға дейін мен тапсырманы беріп жіберемін. Қаржылық сауаттылық курсына келіп жатсаңыз,
тегін сабақ, онлайн сабақ бір апта болады, және аптаның 5 күнінде дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма күндері біз рынокта таза практикалық сабақтар. Практика болғанда өз шотыңыздан Қазақстан қор биржасынан сол халық инвест арқылы брокер болып, сол арқылы сіз не істейсіз, өзіңіздің қалаған ақшаңызды алып отырасыз. Ол қандай ақшалар туралы, оның барлығын мен сіздерге сабаққа тапсырма ретінде беріп жатырмын. Бүгінгі 6-шы топ бүгін бірінші практикасын жасады, өте жақсы, тамаша жасады. Бүгін 4-ші топ сабағын бітірді, 13 адам. Құттықтаймын сіздерді, өте керемет болды. 7-ші топ бүгін бірінші сабағын алды. Бізде теориялық сабақ, ол жерде қаржылық мақсат қою, табыс, күндік табысыңыз, кіріс шығыс есептеу, бюджеттеу деген тақырыптармен жұмыс жасап жатыр. Ертеңнен бастап ол кісілерге бірінші күн практикалық сабақ болады. Соның қаржы сауаттылық курсы керек болып жатсаңыздар, пожалуйста, менің жекеме профилін жасаңыздар болды. Әпсе 877-222-0498 нөміріне хабарласып, қаржы сауаттылық курсына келіңіздер, тегін оқып, өзіңіздің жауапкершілігіңізді табысқа деген, ақшаға деген табысын өзіңіз мойныңызға алып, да мен мынаны жасаймын дейтін болсаңыз, ар жағында өзіңіздің бірінші действиеңіз, өзіңіздің тапқан табысыңыздың жалақыңыз, зейнетақы айырмашылығы жоқ, соның 10%-ын ай сайын жинақ жасап, ар жағында инвестиция жасаймын деп ішіңізден шешім қабылдасаңыз, міндетті түрде біздің курсқа келіңіз, тегін бір апта оқып, инвестициялық сауатыңызды дайындап ашып, ақырында содан кейін барып алғаш инвестицияларыңызды өзіңіз күнделікті телефоныңыздан көріп отыратын жағдай бар. Қысқаша болса ағайындар. Жақсы. Енді әрі қарай біз өзіміздің негізгі қарап өтеміз. Жақсы. Сонымен бұл роботтар жалпы саны 20 робот ағайындар. Бұл жерде линейкамен 4 линейкамен жұмыс істеп жатыр. Бірінші классикалық линейка дейді, екінші трендовый линейка дейді, одан кейін математический линейка, одан кейін гибридный линейкамен өз 4 бағыттар жұмыс жасап. Бір классиканың өзінде 4 робот бар. Сол классиканың бүгін 2 роботтан ғана айтамын мен сіздерге. Сосын басқаларына тек қана жеңіл шолу болады. Жақсы ма? Сондықтан рахмет подаркыңызға, Алла разы болсын. Сонымен не істейміз? Ағайындар, бұл жерде классик роботы 3 валютный парамен жұмыс жасайды. Консервативті айына 10%-ға дейін табыс береді. 10%-ге дейін деген, значит, 7-8 таза бар, 6 таза бар деген сөз мысалы. 7-8, мысалы 10%-бен есептегеннің өзінде біз бір айларда мысалы 10-нан жоғарыда болады, бірақ мен сіздерге үнемі төмен айтқым келеді ағайындар. Ана жақсы сөз бар мысалы, арық сөйлеп семіз шық деген. Сол сияқты 10%-бен есептегеннің өзінде 12 айда 120%-240% капитализация, сложный процентпен болады ол жағдай. Сіздер ойламаңыздар, бұл аз екен деп, бұл үлкен ақша. Бұл біздің классик деген роботымыз 3 валютный парамен жасайды. Как раз мен осы прямой эфирдің алдында как раз Ақтөбеден менің бауырым хабарласты, Қанат мырза. Как раз сол туралы, как раз осы туралы айттық. Ол кісінде қазір сұрақтар болып жатса, тура сіздердің ойлаған сұрақтарыңызды ойлаймын онда. Өйткені мен бәрін біліп айттым деп ойлаймын, бірақ бір кезде бірде айта алмайды екенмін қазір. Сондықтан ол кісінің сұрақтары болса, тура осыған біз қайтадан жауап береміз ағайындар, дұрыс па? Сонымен Қанат мырза осы жерге шығып жатса, құдай қаласа. Одан кейін екінші классик плюс деген робот, бұл 5 валютный парамен жасайды. Агрессивті стратегия жұмыс істеп тұрған бұл робот айына 15%-ға дейін табыс береді. Бұл бір айларда 11-12 беруі мүмкін, бір айларда 17-18. Бұл нормальный жағдай ағайындар. 15% годовой исчислениеде. Жылға шаққан кезде ол 15%-дан шығады. Сондықтан бұл жерде ақшаны салдым, күнделік тауып тұрсыз, оны күнделік табысын ай сайын, апта сайын, күн сайын шығарсаңыз да болады. Бірақ деньги любит тишину. Бір орыстардың бір әдемі сөзі бар. Действительно, тыныш жерде жақсы өседі бұл ақша деген. Мысалы, $1000 салып қойып, бір жылға салған жігіттер бар бізде. Ішімізде сондай неше түрлі эксперименттер жасап жатырмыз, неше түрлі стратегиямен. Ақша попалден салмайды, ақшасын алмайды, салып қойды роботты, әр жағын айналып жатқан кезде дұрысында 120%, $1000 үсті $1200 түсу керек қой. Жоқ, бұл жерде 240%-дан да жоғары болған. Қаншалық жоғары болғанда айтпай ақ қойын сізге. 120-240%, 10%-ның өзінде сондай табыс беріп жатыр. Бұл бірінші роботтың саны, жұмыс істеу қарқыны қалай? Сөткесіне 24 сағат жұмыс жасайды, 24 сағат, айына, аптасына 5 күн, айына 22 күн жұмыс жасайды бұл роботтар. Енді сізге мен бәрі жақсы, күніне 15-25 сделка өзі ашады, сіздің қатысуыңызсыз, күніне 15-25 күн өзі жабады. Тағы да сіздің қатысуыңызсыз. Күніне 20-25, кейде 30 сделка келесі күнге қалады. Мысалы, бүгінгі сағат 12-ден кейін қалған сделкалардың барлығы бірдей плавно неге өтеді, 12-ден кейін келесі вторник өтеді, сейсенбіге. Сондықтан бұл жағдайда бізде түгел қарастырылған. Енді барлық бірдей
жақсы, плюс деп айтқан жақсы ағайындар. Мен үстінде айту керек. Бар адам ол нәрсенің өзінің сауабында, дұрысында, сауатында, сауданың заңында да оны мүйіс жағында айту керек сіздерге. Сондықтан бұны да қаперіңізде болсын, сіздің ойыңызда болған жақсы. Мысалы, сіз $100 минималь салсаңыз, міндетті түрде $100 сізде страховка деп болу керек, доливка үшін. $200 депозитке салсаңыз, міндетті түрде $200 сізде доливкаға болу керек. $500 салсаңыз, $500 сізде доливкаға болу керек. Не үшін? Робот, сразу айтайын, бұл адам емес. Мысалы, кешегі соғыс болып жатыр, мысалы, бір жерде саяси төңкеріс болып жатады, бір жерде жер сілкінісі болып жатыр. Сол уақыттарда бұл волатильный рынок, робот неге рынок форекс, мысалы, именно валютный рынок, бұл ақша базары. Любой саяси, әйтпесе басқа жағдайға, мысалы, саламатсыз ба, и одан кейін табиғи құбылыстардың бәріне бірдей ол өте чувствительный, сезімтал. Сондықтан ол кез келген уақытта рынокқа қарама-қарсы зиклар ашуы мүмкін. Және ол зиклар мысалы 10-15% болса, просадка деп айтамыз оны, минустер ше, ол терпимі, не критично. 45-50-ге барған кезде сіз жаңа айтып отырған $100 салсаңыз, $100 үстіне доливка салуыңыз керек болады. Сонда 2-3 күнде, максимум бір аптада сіздің бәрі плюспен жауып шыққан кезде $100 қайдан шығарып аласыз. Мен қалай тіркелсем, менде қызықтырады, салғым келеді дейді. Жақсы, мені жекемен хабарласыңыз, ар жағында ол туралы толыққанды мәлімет алатын боласыз. Пока бірақ осы сұрақтарыңызды қойып отырыңыз. Мен қазір айтқан нәрсемді ойыңызда, қаперіңізде болсын сіздің. Енді $100 салсаңыз сондай, $250 салсаңыз да сондай, сізде міндетті түрде 250-дің несі болу керек, запасы болу керек ақша. Ол сіздің Binance'ыңызда тұрса, жақсы, біз Binance естіп жатырмыз. 250-дің минусы, просадкасы ағайындар. 45-50%-ға барған кезде сіз үстіне 250 салдыңыз, $500-дің 250-ге қарағанда минусы аз болады ғой. Сол 2-3 күн, максимум бір аптада өзіңіздің 250-ге шығарып аласыз да, оны әрі қарай өзіңіз айналып кете беретін болады. Сабаққа қалай қатысамыз дейді. Сабаққа мен өзім жазып жіберейін бірінші. Сізге де, басқа кісіге де көрініп тұратын болса, закрепить етіп қоймайды бұны. Мен телефон нөмірін жазсам, осылай өзі тұра берсе, ондай болмайды. 8707 мен жазып жатырмын. 222 жазып жатырмын. 04 жазып жатырмын. Және 98 есімі Ғалымжан. Жақсы, Қауқар ханым, мен де жазып үлгердім. 2 нөмірді жаздық. Құдай қаласа сақтап алыңыздар өздеріңізге. Ар жағында Құдай қаласа өздеріңіз хабарласа берсеңіздер, тікелей эфирден кейін жауап беремін сіздерге. Жақсы. Қазір жазып қойсаңыз да болады, мен үстінде көріп отырамын осы жерде. Сонымен $500 болса да минусы, мысалы, ағайындар, не істейсіз? Міндетті түрде, рахмет, менің нөмірім жазып жатырмын жерде, как раз рахмет. $500 болса, $500 сізге именно үстіне доливка құясыз. Бұл доливка деп аталады, бұл ақшаны сіз запас тұрасыз. $1000 уже минусы аз, 2-3 күн, максимум бір аптада сіздің $500 шығардыңыз, анау плюспен шығып кетті де өзі әрі кете береді. Проблемасы жоқ. Бұл бизнес ағайындар. Тем более қаржыда, инвестицияда сразу айтайын, гарантия жоқ. Гарантия болмаған. Егер сізге гарантия тіс беремін, анау ешнәрсе керек жоқ деп жатса, ол наоборот, қорқуыңыз керек, қашуыңыз керек ол жерден. Сондықтан ағайындар, мүмкін болса, именно страховка ақша сізде міндетті түрде Binance'да болған жақсы. Но мен сізге айтып кетейін, 2017 жылдан 18, 19, 20, 21, 22, 23, 6 жыл болды, 25 қоспай ақ қойын, 6 жылдан асты уже уақыт. Сол 6 жылда бізде полный слив депозита болмаған. Полный слив депозит болмаған. Бұны неге айтып отырмыз? 2022 жыл август айында бір рет болған, 43%-ға дейін көтерілген. Осы компанияның региональный директоры біздің қазақ бауырымыз. Есімі Айдос деген Қарағанды жігіті, өте тамаша жігіт. Сол жігіттің басында сондай жағдай болды, шөтінде 43%-ға дейін көтерілген кезде бұл жігіт $300 салған үстіне, оның пайдасы тиген жоқ, барлығы плюспен жауып шыққан. $300 қайта шығарып алды. Сондықтан бұл жерде сіз $100 ғана бар деп келдіңіз ба, все равно $100 сіздің запаста болу керек. $1000 салдыңыз ба, $1000 сізде запас болу керек. Тағы да айтып кететін жағдай ағайындар. Бұл жерде біз классик және классик плюс осы 2 роботты айтып отырмыз сізге. Классик клиникадан. Бұның сыртында 20 робот бар. 20 роботтың екеуін айтсам, қалған 18-і 5%-дан 30%-ға дейін жұмыс жасап жатыр. Мен қазір мына жағында айтамын ағайындар. 30%-ға дейін жұмыс жасайтын бұл гибрид клиникадағы Clinic Plus деген робот. Бұл робот 23 жылдың кешегі август айында дүниеге келді. Өте жұмыс жақсы жасап жатыр. И как раз новичоктарға да сататын
бізде право бар. Осыған дейін бізде тек классик плюсты ғана классик плюс роботтарды сатқаннан кейін бар екінші ретінде ғана алатын тұғын. Ал қазір новичоктерді алатын жағдайы бар. Бұл консервативный жұмыс жасағанның өзінде айына 10-20%-бен табыс береді. Агрессивті стратегиялық жұмыс жасағанда айына 10-30%-бен жұмыс жасап отыр. Ашығын айтайықшы ағайындар, 18% в среднем. Бір айларда 11 беріп жатыр, бір айларда 25 беріп жатыр бұл. 18 ортасында. Осыны ұмытпаймыз. Осындай бұл более агрессивный жұмыс жасап жатқан роботтар. Бұның сыртында ағайындар, мен сізге айтып кетейін, мысалы, не бар? Жұрттың бәрі бірдей, мысалы, $1000, $2000 сатқан жоқ қой. Әйтпесе $100-200, ол не емес. 50 мың, 100 мың доллар салып жатқан кісілер 15-20%-ға салмайды. Оларға өзінің депозитінің ақырын өскені жақсы. Сондықтан бізде тағы да роботтар бар. Айына 3-5% беретін роботтар. 3-5% беретін роботтар. Бұл роботтарды салып қойдыңыз, болды, арамда қарамайсыз. Өзімен өзі өсіп жатады. Мысалы, бізде вахтада істейтін ағайындар бар. Бізде мен оған запас қоятын ақшам жоқ менің ше. $1000 салсам, қазір $1000 мен өзімде запас тұратын ақша жоқ. Оны мен салып қояйын, одан кейін қарамайтын, бірақ өзі өсе беретін жағдай бар ма дейтін ағайындар бар ғой. Вот соларға егер сіз процент аз демесеңіз, маған аз емес ол мысалы. 3-5% өте үлкен ақша ағайындар. Ол өйткені датаки сонда фильтрлет қойып қойған, ол көп іздік ашпайды. Қалайша хабарласа аласыз, иншаллах дейді. Менің WhatsApp нөмірім жазып жіберіңіз 877-222-0498. Так, классик роботтар салған ақшамызды 3-4 жыл қозғамасақ, яғни алмасақ, страховка салып отырамыз ба? Классик роботтың классигіне салсаңыз, сізге депозитке доливка керек, бірақ маңызды емес. 3-4 жыл деген бұл өзі өсе береді. Сложный процент қосылады ол жерде. Реинвест деп айтамыз мысалы. Именно капитализация деген нәрсе бар. Ана сіздің салған ақшаңыз, мысалы $1000 болса, 10% өсіп дегенде $1100 келесі айға барады, дұрыс па? Үшінші айға уже $1111 болып барады да ол деген. Сөйтіп өзі кете береді. Тимесеңіз болды. Да, ондай робот бар бізде. Бірақ ағайындар, доливка деген нәрсе басқа роботтарға келген кезде біз доливканы міндетті түрде сізден требуем прямо. Өйткені бізден сұраған кезде біз клиенттерге айтпайсыздар деген жағдай бар да, мысалы. А мен сіздерге айтып отырмын солар. Ашығын айтамын ағайындар. Мен айтып шаршамаймын болған нәрсеге. Любой бизнесте міндетті түрде рискісі бар. Без риска, пожалуйста, банктегі депозитке салыңыз. Мен лично өзім жауабы қарсымын. Любой бизнесте, мысалы, міндетті түрде риск бар. Сол рискіні өзіңіз қабылдап алсаңыз, пожалуйста, онда бізге жұмыс істеуге мен дайынмын сізбен. Сондықтан міндетті түрде Binance-пен жұмыс жасап жатырмыз. Бізде Қазақстанда былтыр емес алдыңғы жылы өзінің лицензиясын алған единственный лицензированный кошелек. Так, классикке бұл қанат бауырмау деп сұрақ қойды. Классикке доливка жоқ па дейді. Өте жақсы сұрақ. Доливка болса да жақсы, болмаса да жақсы. Жаңағыдай 3-5% именно робот жасасаңыз, ол жерде доливка керек жоқ. 3-5% робот жасасаңыз, оның аты басқа. Классиктің 10%-ында, мысалы, оны қарамасақ та болады. Бірақ доливка онда көп сұрамайды ол жерде. $200-500 қалдырсаңыз болады, қалғанын тұра берсін. Бірақ Binance-та тұрған жақсы. На всякий пожарный. Жақсы ма? Ассалаумағалейкум, уағалейкум ассалам. Сонымен, бұл роботтардың 20 түрі бар ағайындар. 4 линейкамен жұмыс жасап жатыр. 4 линейкада 20 роботтың стратегиясы 20 түрлі. Мысалы, жаңа мен трендовый линейка деп айттым, бұл тек қана тренд. Қайда бара жатыр? Тек сол бағытта ашады, сол бағытта жабады. Төмен кетіп жатыр ма, значит төмен қарай ашады. Тек қана солай. Бір ғана стратегия жасайды. Бұл классик линейкалар. Бұларында 3 валютный пара, 3 стратегия істейді торговый стратегиямен. Оның қай бағытта істейтін роботтың өзі шешіп, өзі ашады, өзі жабады. 2 деп қойыңыз. Ал математический линейкада бұл таза жасанды интеллект. Оның ашып жатқан цифрлар мен кейде көбісін мен түсінбеймін мысалы. Оны ұмытпаңыздар. Таза ескертілді бұл. Мен жоғары батыр деп түсінемін мысалы. Да, жоғары бәрі көрсетіп тұр, а ол вообще төмен қарай ашады мысалы. И бар плюс жауап отырды. Енді күніне 15-20 кей күндер 30-ден ашып жатыру жеке адамға бізгеше миымызға сыймайтын нәрсе. Мен максимум 10 ашу мүмкін. Максимум 8 тұрсында. А одан артық жоқ. Бұл бір, бұның сыртында ағайындар
біздің осы компанияда трейдинг мектебі бар. Ол мектепке сіз қатысып оқысаңыз да болады. Ақылы, кәдімгідей онлайн оқиды онда да. Сонда осы именно роботтың жасап жатқан жұмысы бар, сделкаларын. Соны напрямую осы именно сол уақытта отырған жігіттерге, қыздарға береді. Кешегі ақпан айында, мысалы, во всем фронта, мысалы, именно сделкалар, мысалы, бізде онда қатты жоғары болған жоқ. Мысалы, 15%-ға дейін беретін классиктің өзі 7,5% берді. Әрқайсысының бағасы әртүрлі ма роботтың? Жоқ, бәрінің бағасы бірдей, Асхат мырза. Бәрінің бағасы $500. 20 роботтың біреу алсаңыз да, 5 алсаңыз да, 10 алсаңыз да, 20 алсаңыз да, бәрінің роботтың бағасы бірдей, $500. Именно сонымен жаңа именно школа трейдингте біздің ағайындар, қыздар, жігіттер отырып жұмыс жасаған кезде, мысалы, бәрібірдей бос емес қой жұмыста отырған, мысалы, именно трейдингке компьютерін қойды, интернет бар, стабильный, постоянно тек қана келген зықларын қойып отырамын деген қойған кісілер өзінің $1000 депозитіне үстіне $1000 пайда тапқан 100%. Если ручной сіз қоятын болсаңыз, бұл полуавтоматически тұрысында айтылатын. $1000 үстіне $1000 пайда тапқан. Керемет, е? Тура осы робот бізде гибридный линейкада King Plus деп отқан роботымыз полный автоматтандырған күйінде кеше 23 жылдың август айында бізге берілді. Рынокқа шығарылды, на продажу деп айтайықшы, разработчиктер. Сонда консервативдің өзі 10-20% табыс береді, агрессивный 10-30% табыс береді. Міне, осыны айтыңыз. Ассалаумағалейкум дейді. Уалейкум ассалам, Қайрат бауырым, қалай сенің жағдайың дейді. Сауын жақсы ма? Бір айда, Асхат бауырым, бір айда 10-30% агрессивті бәрібір де ұнататын шығар. Бірақ мен сразу ручной робот қалай дейді. Ручной робот бұл бізде тек қана агрессивті, жаңағы именно школа трейдингге келген қыз бен жігіттерге беріледі. Оқушыларға, шәкірттерге. Түсінбей қалдым дейді. Қайрат, қайтып қойып жібер сұрағыңды. Ручной робот деген жоқ бізде. Роботтың кеп тұрған сигналын, прямо кеп тұрған сигналын не істейміз? Так, Freedom компаниясының арзан акциясы қанша дейді? Freedom компаниясының ең арзан. Біз вообще сабақ бұл туралы емес, бірақ айтып кетейін, Freedom компаниясының ең арзан акциясы, онда Freedomның өзінікі бар, Freedom Holding'дікі, Freedom Broker'дікі бар, Freedom Европа деген, Freedom Global деген, бұлардың аттары көп. И оның үшеуі біз акцияда жұмыс істеп жатыр, фондовый рынокта. И жаңа ғана Қазақстанда емес, ол Европада да, тура сол сияқты неде, Америка Құрама Штатында, NASDAQ-та тұр Freedom. Так что бұны сабаққа келіп жатсаңыз, қаржы сауаттылық курсына осы нәрсені қойып жатсаңыз, біз сізге сұрақ жауап беретін боламыз. Жақсы. Сонымен Қайрат, жаңа сұрақты қайтып жазып жіберші маған. Міне, роботтың сигналын ручной форексте қолданса бола ма? Міне, мен сондай отырмын ғой, как раз. Бастап, ешкім сұрақ қоймайды, біз Қайратқа жауап береміз. Қайрат, былай міне. Роботтың сигналын напрямую ол тек онлайн береді. Оны тек бізде школа трейдингте, трейдерлер мектебінде сабақ оқыған балаларға береді. Прямой алып отырасыз сигналды, сөйтесіз де қоя бересіз. Спокойно қоя бересіз, болды. Үйде сіздің уақытыңыз болса трейдинг жасауға, бір, екіншіден жаңағыдай шамал форекстен шамал бұрын көріп, шамал қатысып, форексте шамал істеп көрсеңіз, сізге оңайлау болады. Бұрын форексте келмеген адамға қиындау, міндетті түрде бір ай оған шамал ше, действительно попахать нужно будет. Ал жаңағы $1000 жасаған жігіттер, бұлар қыздар, бұлардың бәрі оқудан өткен жігіттер уже. Өйткені роботтың стратегиясын біледі. Хабарың болса тіпті жақсы онда. Онда как раз роботты алғаннан кейін сіз как раз $300 именно біздің трейдерлер мектебіндегі ақысы с наставником бар еще. Ол ішінде ұстаздар бар, ол ұстаздармен оқитын болсаңыз, ол $500, онда сізді до результата жеткізеді. Екі түрі бар осы. Өзі анализ жасап бере ме сонда робот? Дәл солай. Өзі анализ жасайды, секундына неше деген киловатт информацияны қарайды да, соның ішінен барып өзі ашады да, өзі жабады роботта. Ал мына жерде ручной емес, ол полуавтомат тұрсында. Сізге дайын сигналды береді, сіз тек қойып үлгерсең болды, тек қана. Хорошо? Өте керемет, өзімді ойлап жүредім соны дейді. Жарайды, пожалуйста. Оны сіз робот алғаннан кейін міндетті түрде жаңа трейдер мектебіне жазыласыз. Вообще мына King Plus деген жаңа айтып отырмын, жаңағы именно гибрид линейкадағы роботтар. Бұны алған кісілер бізде фокус группаға кіреді. Фокус группа деген білесіз ба қандай? Фокус группа бұл жаңадан келген роботтарды олар эксперимент етеді. Өте күшті. И және именно фокус группаға жаңа сигналдар келеді.
роботты сигналдар напрямую. Мына жақта робот істеп жатыр өзі біздің счеттарда, дұрыс па? А одан басқа школа тренингтегі оқып отқан студенттерге, оқушыларға именно сол сигналдар прямой келіп отырады, тек қойып үлгерсе болды. Онлайн оқи береміз, дәл солай онлайн оқисыздар онда да солай. Так, мен криптовалюта ақша салып көріп едім, сондай ма дейді. Криптовалютаны сәл өзгешелеу болады бұл жерде. Так, King роботты алсақ, пайданы уақытында шектеу бар ма, және страховкасы бірге бір өсіп тұра ма дейді. King роботты алсаңыз, пайданы уақытында шектеу жоқ. 20 роботтың 20-сында да шектеу жоқ. Бұл сіздің өмірлік меншігіңізге өтеді бұл роботтар. Обновление компаниядан, установкасы компаниядан полностью. Әртүрлі жағдай болған кезде, жаңағыдай ден X деп айтайықшы, ашық айтайық жағдайда. Мысалы, сондай слип болайын деп жатыр, ана деп жатқан кезде компания сізде техподдержкасы постоянно соның бәрін істеп, сушка деген нәрсе болады. Сол King роботтарда мысалы именно бәріне бірдей, мысалы страховкасы бірге бір өсіп отыра ма дейді. Бірге бір өсіп отырмайды. Ол әдемі сұрақ қойылды, менің Назгүл ханым сәл көре тұрасыз, мен мына кісіге жауап берейін. Өте күшті сұрақ қойып жатыр мысалы. Мысалы, $1000-ға сіз робот алдыңыз, King плюсты $1000 сізде запаста болу керек. Доливкаға. Дұрыс па? Робот деген не деген оқып жүрейін мен. Қазір айтамын, қайтып қойсаңыз болады. Сондайда мысалы, именно қанатыңызды қояды, именно King плюсте сіз қойдыңыз ба, одан кейін не істейді? Екінші роботты алу үшін сізге екінші роботты, үшінші, төртінші роботты. Вообще дұрыс 5 робот ағайындар. 5 робот қойсаңыз сізге доливкаға ақша ұстап керек жоқ. Өйткені 5 роботтың біреуінде ғана болуы мүмкін. Ол да жылына бір рет болады, болмайды ден X деген нәрсе. Оны мен білмеймін ағайындар. Оны ешкім білмейді. Ол жылына бір рет болуы мүмкін, болмауы мүмкін. Бірақ болып қалған жағдайда мына біреуін мына төртеу спасать етеді. Мына үстіндегі тек жон аласыз да, мысалы, үстінен $100, $400 аласыз, мына үстін жабасыз, болды. 3-4 күн, максимум бір аптада плюсқа шыққан кезде $400 алдыңыз, шешіп алдыңыз, а мына өзінің жұмысымен әрі жұмыс кете береді. Міне, доливканың керек жері, керек емес жері. Сондықтан алдыңыз ба, мысалы, 4-5 роботты қатарынан алыңыз. Ол 4-5 роботты 4-5-еуде 5 түрлі стратегия істейді. Біріне бір қатысы жоқ. Оның ішінде тек біреуінде ғана болуы мүмкін, жаңағыдай болып қалған жағдайда. Қалған төртеумен жаба саласыз. Жақсы? Қайрат бауырым сұрақ қойып жатыр. $1000 мен 5 робот бірдей табыс таба бере ма дейді. Кешіріңіз. $5 роботтың бағасы $500-дан $2,500 болады. Бірінші. Сіз депозитке міндетті түрде минимум 100 салуыңыз керек болады. 250-500 $1000. Әрқайсысы $1000 салсаңыз тіпті жақсы. Чем больше депозит, ол робот уверенно істейді да. Сенімді жұмыс жасайды. Бірақ ойламаңыз, робот бас көз жоқ аша береді деген нәрсе. Ондай емес. Мен Назгүл ханымға жауап берейінші. Назгүл ханым, саламатсыз ба, қайырлы кеш. Енді мен сұрағымды қойып беріп жатырмын, жауап берейін сізге. Робот деген бұл компьютерлік бағдарлама. Кәдімгі счетыңызға бір рет байлап береміз, настройка жасап, болды. Ар жағында сіз тиімейсіз, тиіспейсіз. Таңертең 2 минут, кешке 2 минут қарайсыз, болды. Бұл жасанды интеллекттің негізінде жасалған роботтар. Кәдімгі метатрейдер 4 деген бар бізде. 2 брокермен жұмыс жасап жатырмыз. Дүние жүзінде 5 үздікке жатады. Біреуіне 10 жыл, біреуіне 15 жыл болады. Британдық компаниядан брокерлер. Миллиардтаған оборот бар. Үлкен крупный компаниялар. Лицензирование на нет. Бәрін жасаған. Осы брокерлердің счеттарында сіз счет ашамыз сізге. Сөйтіп барып соған қосып қойған кезде роботта. Сол робот күнделікті сүткесіне 24 сағат. Аптасына 5 күн, айына 20 күн жасайды. Өйткені сенбі адам жұмыс жасамайды. Сөйткен робот сіздің қатысуыңызсыз өзі ашады роботта, ол анализ жасайды, өзі қарап, өзі жабады. Сіздің қатысуыңыз тағда. Полный пассивте. Сіздің жұмысыңыз таңертең 2 минут қарайсыз, кеш жақ 2 минут қарайсыз. Сізге жауап бере алдым ба, Назгүл ханым? Так, Назгүл ханым, ID кодымды бот ашпай жатыр дейді. ID кодымды бот ашпай жатыр. Ненің ID коды? Бізде оңайы FX монитор деген бар, содан біз полностью қарап отырмыз. Қабылдамай тұрса, ештеңесі жоқ, техподдержка жазып жіберіңіз, проблемасы жоқ, Назгүл ханым. Сіз робот алған кісі болдыңыз ғой да, проблемасы жоқ. Техподдержка жазып жіберіңіз, сізге бәрін толық жауап береді. Ешқандай проблема жоқ. Регенерация жасаған кезде дейді. Регенерация емес, перезагрузка шығарды осында. Да, бывает такое. Так, акционер болып едік, ақша салып сіздердің компанияларға бұрымыз қолымызға
тығып ақша да жоқ дейді. Бұл кім екен? Бір робот алып жұмыс жасауға бола ма? Болады. Регистрация. Офистеріңіз қай жерде дейді. Бізде офис жоқ. Бәріміз онлайн істейміз. Регистрация через онлайн істейміз. Кәдімгідей WhatsApp, Telegramда аудиозвонок, сол сияқты видеозвонок бар ғой. Сол сияқты басқан кезде ішінде неше аласыз? Демонстрация экраны деген бар. Соны басасыз да, ар жағында не істейсіздер? Мына офистеріңіз қай жерде деген сияқты сізге ссылкалар келіп тұрады, соны басып отырасыз менің көмегіммен. Пожалуйста. Егер сіз Binance'та, мынандай Форексте қатысқыңыз болатын болса, 1 сағатта бітіреміз. Ал егер сіз бұрын ондай онлайн жұмыста басқада болмасаңыз, 3-4 сағатта общий саны. Сөйтіп бүгін бәрін компромат етеміз. Өз бар болған 4-ақ ссылка тұрсын да. Сол 4 ссылканы данныйларды аламыз да, техподдержкаға жібереміз. Ол 24 сағаттың ішінде бізге қосып береміз дейді, бірақ 2-3 сағатта қосып беретін жағдайы бар. Проблемасы жоқ. Жақсы? Тағы қандай сұрақ? Өте жақсы сұрақтар кетіп жатыр. Сұрақ күтіп отырмын сіздерден. Қаржы сауаттылық курсын айтып кеттім. Осы кезде айтып кетейін мен. Именно ол жерде консервативті инвестиция біз өзіміз таңдап алған Қазақстан қор биржасындағы біздің қазақстандық компаниялар. Ішінде банковский сектор, энергетика сектордегі компанияларды біз именно қаржы сауаттылық курсында береміз. 2-ші күн практикадан бастап 5 күн бойы сіздер акция алатын боласыздар. Ол нөмірді жазып алсаңыз 8707 222 04 98 нөміріне хабарлассаңыз, пожалуйста. Таңертең кешке 2 минут қалайсың деген, қарайсың дұрысында деген болмайды, 100% ақша жасайды дегенге сенбеңдер дейді. Өзіңіз білесіз, қазір цифрлық заман. Барлығы бірдей веб 3-ке өтіп жатыр. Сіз қалайсыз, қаламайсыз, теңгенің өзі пилотный проектіге цифр қойды. Келсесіз ғой? Бүкіл әлемнің бәрі цифр қойып жатыр. Бүкіл дүние жүзі искусственный интеллект жұмыс жасап жатыр. Чат GPT, GPT-4, аржағында 5 бәрі дайындалып жатыр. Ол барлығы бірде Илон Маскпен жарысып, әртүрлі искусственный интеллекттегі роботтар дайындап жатыр. Бұл қарсылық қой деген. Олай қысқанда болады. Дұрыс емес, ойыңыз дұрыс емес ол жерде. Олай дұрыс болмайды. Сіз биномо жайлы айтып жатсыз ғой, Жоқ, биномо емес мен айтып жатқаным. Биномо емес. Биномо бұл бинарный опционный производный форексы. Бұнда сағатпен жұмыс жасайды. 15 минуттық, жарты сағаттық, 1 сағаттық, 4 сағаттыққа қойып істесеңіз тіпті жақсы. Осы жақсы не болады, стратегияңыз болатын болса, жақсы индикаторларды қойып қойсаңыз, дұрысында 3 индикатормен MetaTrader 4-те қойып қойсаңыз, өте жақсы. Мен биномоны көрдім бірақ биномо маған ұнамады. Ашын айтайын сізге. Как брокер ретінде. Ол біздің Қазақстанда да теңгемен ашқаны бар, дұрыс емес ол. Робот сату. Так, бүгін алдық Қазмұнайдың 1 штук акциясын дейді. Жақсы, өте жақсы. Қаншадан алдыңыз? Қазмұнайдың акциясын қаншадан алдыңыз бүгін? Қанша уақытта орындалды ордер? Мен мына кісі түсінбедім мен. 11.03. Бүгін 12.000-нан еді бағасы көтеріліп па түсіп па соны білгім келіп жатыр да мен. Так, бағана бір кісі Инстаграмда $3000 дейді, бір робот бағасы. Олардікі қандай сонда дейді. $3000 роботын білмедім мен. Роботтан қазір түрлері көп ағайындар. $100 да робот бар, $200 да робот бар. Біздікі $500. Мен басқа біреудің роботына жауап бере алмаймын, ренжімеңіз. Так, трейдингті оқып үйрену керек, финансовый грамотность болу керек. Келісем сізбен. Финансовый грамотность болу үшін бұл қаржылық сауаттылық, дұрыс па? Сондықтан мен сіздерге қазір 1 апта тегін сабақ болып жатыр, бізде онлайн сабақ жатыр. Соны үйренуіңіз керек болады. Анализ жасап үйрену керек дұрысында. Өйткені біз консервативныйда біз анализ көп қарамаймыз. Технический анализ дұрысында. 11.950, 50 теңгеге түсіпті. Нормально, жақсы Қазмұнайгаз. Арзан кезінде алыпсыз, тамаша, өте жақсы.
мына кісіге жауап берейінші мен. Сіздерге вертикальный очкиге акционер болдық, енді акциясы қайда, пайдасы қайда дейді. Вертикальный емес, виртуальный очки. Бұл Success Factory компаниясы. Мен өткенде айттым, тағы да айтам, 4 компания бірігіп 2.200.000 партнермен дүние жүзінде қазір жұмыс жасап жатыр. Сіздің алған акцияңыздың барлығы бірде осы Xero компаниясының ішінде тұр. Ол ақшалай ешқайда кеткен жоқ, ішінде тұр. Регистрация жасайсыз, аласыз да қоясыз. Так, Амангүл ханым, дұрыс айтасыз, фундаменталды анализді білу керек. Бұл үшін бізде как раз сайттар бар. Өзіміздің Қазақстанның Қазақстан қор биржасында кассе деген сайт бар. Как раз соның ішінде біздің Қазақстан компанияларының бәріне бірдей анализ жасап, өзінің қорытындысын жасап отыр. Бұның сыртында біздің Freedom Broker'дің өзі өте жақсы жасап отыр. Керемет. Бұның сыртында, ағайындар, білесіз ба біздің Қазақстан компаниялары қайда тұрған қазір анализде? Investing.com деген үлкен крутой сайт бар. Дүние жүзінде бүкіл инвесторлар, жай ғана трейдерлер емес Форексте, фондовый рынок, крипто, барлық бағыттағы ETF дейміз, индекс дейміз, сол барлық бағытқа анализ жасайтын күшті сайт бар, Investing.com. Осы жерге кірсеңіз, акцияның түр-түр, дивидендный акция, индекстердің түр-түр сол жерде тұр мысалы. Ол жерде бергенде өте мықты анализ береді. Өте жақсы, болжамдар өте маған ұнады. Мен сізге бір нәрсені айтып кетейін қазір осы именно фундаменталды анализге байланысты. Қаңтар айында бізде Nvidia деген компания бар, американский компания, жасанды интеллектпен жұмыс жасап жатыр. Как раз американский компания, основной производствосы қайда? Қытай мен Тайванда. Сол 522 тұғын курсы, сол кезде доллар бір акциясы да, мысалы. Сөйтіп біздің Freedom Broker сол кезде оларды анализ жасап, 522 2 айдың ішінде 552 доллар болады деді. Бұл тек Freedom Broker'дің анализі да. Екіншісі, басқа аналитический судебный компаниялар айтты, олар жылдың соңына дейін 634 болады деді. Ал 2029-да 1450 доллар болады деп есептеді мысалы. Сондай анализ жасады да. Енді сізге қызығын айтайын. Сөйткен ай сайын ала беруге бола ма дейді. Нені айса? Робот туралы айтып бересіз бе, сатып алу керек па дейді. Я сатып алу керек, дұрыс айтасыз. Сатып алу керек, 500 доллар тұрады бағасы. 2 сервиспен 550 доллар тұрады. Так, ойыңыз дұрыс, только робот сатқаныңыз ұнамай тұр. Мен роботқан сатып атқан жоқпын, ағайындар. Мен қаржы инвестицияда жұмыс жасап жатырмын. Ал робот менің стратегически, именно агрессивный инвестициядағы көп инструменттің бірі ғана. Мен қазір қаржылық сауаттылық курсында, мысалы, тек консервативный инвестицияда, оларға басқа нәрсені предлагать еткен жоқпын, мысалы. Ұсынып жатқан жоқпын. Ол жердегі ағайындар именно оқу керек. Дұрыс айтасыз, оқу керек, үйрену керек, дағдылану керек бірінші. А бұның сыртында еще средневечный умеренный инвестициялар бар. Бұның тарихы вообще бөлек, отырасыздар естіп жатқан жоқсыздар бұл жерде. Ал агрессивный да тек қана форекс емес, ағайындар. Оның сыртында да одан да супер агрессивный нәрселер бар. Ультра агрессивный деп айтайын. Отырыс естіп жатқан жоқсыз. Мен өзім істеп көріп жатқан нәрсенің бер жағын ғана сізге келіп біліп бөлісіп жатырмын сізбен. Мысалы, жаңағы қаржылық сауаттылық курсы бұл тегін. Келдіңіз, оқыдыңыз, дағдыны қалыптастырдыңыз, өзіңізге әдет қалдырдыңыз, акциямен алғаш танысып бастадыңыз, алдыңыз білімді. Тегін бәрі. Бір апта оқисыз. Ол не жаман. Ал робот ақылы да 500 доллар ағартады. Міндетті түрде робот сатып алу керек па? Жоқ, міндетті емессіз. Міндетті емессіз. Алмай қойсаңыз да болады. Бекболат деген бауырым, не оқу дейді, қаржылық сауаттылық курсы. Бұл жерде бізде WhatsApp-та өзіміздің группамыз бар. Қазір уже 7-ші топ жұмыс жасап жатыр. Соны үшін оқып болсақ, сол жерде оқып алып жатсаңыз, осы именно Қазақстан қор биржасындағы өзіміздің Қазақстан компаниялар жұмыс істейсіз. Алып бастайсыз. А то біздің қазақтар робот алсам ақша жасай берем деп ойлайды дейді. Алеке, сіңізде сәттілік дейді. Тамаша, рахмет. А то біздің қазақтар, оқып берейін сізге, робот алсам ақша жасай берем деп ойлайды. Робот сізге айына 10-15% на пассиве сіздің қатысуыңыз ақша табады. Ол не жаман? Сұрақ сізге. Мен тағы айтылып кетейін. Бүкіл дүние жүзі қазір жасанды интеллект өтті. Орысша искусственный интеллектке. Қазір қолмен жұмыс істейтін адам аз қалды. Жаңа білімге ашық болыңыз сіз. Жаңа дүниеге ашық болыңыз.
қолмен күрекпен ломмен жұмыс істейтін уақыт кетті. Барлық жерде ақырындап жұмыстық келіп жатыр, жұмыссыздық. Сіздің жұмысыңызды роботтар ауыстырады. Көзіңізді ашсаңыз, рас қой нәрсе. Ол маған қарсы болғанмен сіз ештеңе жеңе алмайсыз ғой. Бүкіл системаны, дұрыс па? А мен сізге болатын нәрсені айтып тұрмын да мен. Бұл не жалпы дейді. Бұл әлхамдулиллах дейді, Алла разы болсын, өте жақсы қойыпсыз, логин атын. Бұнда қаржы және инвестиция туралы айтып жатырмыз. Оның ішінде қаржылық сауаттылық курсы бар, тегін бір апталық оқуымыз бар. Бұның сыртында агрессивтік инвестицияда біздің форекстер жасайтын жасанды интеллекттің роботтар бар. Айына 10-15% табыс беретін. Ақшаңызды көбейтудің тақырыбын айтып жатырмыз біз тікелей эфирде. Күнде сағат 9-да осы жердемін мен. Қысқаша айтқанда осы. Так, нөміріңізді алдым, ертең телефон соқсам бола ма? Хорошо, соғыңыз. Женса кем дейді. Оқи алмадым. Хорошо. Хабарласасыз, телефондасаңыз болды. Жақсы. Жеңіс Акимов өте жақсы. Танысқаныма қуаныштымын, Жеңіс мырза. Ғалымжан есімім менің. Астана қаласынан. Қызылорда облысының тумасымын. Именно осы тікелей эфирде менің айтып отқан нәрсемді бастан бастап айтайыншы ағайындар. Кішкене тарихты айтып кетейін. Бұл кім деп отқан шығар сөйлесіп, мысалы. 2005 жылдан бері бұл әңгімеде общий форекс тақырыбында бармын мен. 2000 жылы бұл сонау Түркиядан басталған. АМКВ деген Түркияда оқыған біздің қазақ жігіттер біледі. Стамбулдың фондовый рыногы мысалы. Робот форекстегі құралма дейді. Я инструмент. Рабочий инструмент для зарабатывания денег. Орысша айтқанда. И сонда 2010 жылы досымыз екеуміз отырдық. Ол кезде механистік торговый системалар болды. Роботтар, бірақ механистский. А қазір автоматический торговый системалар. Еще оған бізге жасанды интеллект қосылған. Форекс баға дейді. Дәл солай. Форекс. R емес F алдында. Сондықтан бұл жердегі алған нәрсеңізді, мысалы, өзіңіз алған нәрсеңіз бір рет өзіңіз меншігіңізге аласыз, ол сіздің виртуальный көмекшіңіз, сіздің сотруднигіңіз. Сіз ұйықтап жатсаңыз, сапарда болсаңыз, үйде болсаңыз, жұмыста жүрсеңіз де ол автоматпен жасап тұрады. Таңертең де береді, түстен кейін де береді, кешке жақында береді. Кәдімгі телеграм бар ғой бәріңізде. Сол телеграмда со звуком қойсаңыз болды, постоянно ол нәрсе не қылады, өзіңіздікті көрсетіп тұрады. Нормально. Жұрттар уже өзінің ақшасын ақырындап салып, бизнестегі, мысалы, 30% ба 40% салып қойып, ана жақтан әбден көбейген кезде жұрттар тек қатырып жүр, мысалы. Енді мынау асуының өзінде бейнесін сатып, оны да салып, вообще құтылмақшы. Тек онлайнда ғана. Өйткені сіз қай жерде болсаңыз да интернет бар ғой қазір. Интернет бар жерде сіз любой уақытта ақшаны шығара бересіз. Без проблем. Сіздің өзіңіз счетыңызға 24 сағат доступ бар. 24/7. Акцияны ай сайын алып отыру керек па? Дәл солай. Өзіңізге өзіңіз уәде етсеңіз, ақшаңызды көбейткіңіз келсе, мысалы, табысыңыз болсын десеңіз, өзіңіздің табысыңыздың, бірақ айтайықшы, ол пенсия, ол жалақы, ол бизнесіңіз, мысалы, сол 10%-ын міндетті түрде акция алып отыруыңыз керек болады. Акция алғанда бұл тек бір ғана түрі, ағайындар. Инвестицияның бір ғана түрі. Самый консервативный. Консервативный деген рискісі өте төмен деген сөз. Біздің Қазақстан қор биржасындағы өздеріңіз күнде көріп жүрген компаниялар олар. Айтып отырмын, мысалы, Казмунайгаз, Центр кредит, айтпесек, Народный банк, Каспий банк, айтып отырмыз ғой, сол өзіңіз көріп жүрген компаниялар. Сіз соны ала салсаңыз. Разница сосы. Хангел деген жігіт танисыз ба? Ол да бір робот туралы айтып жүр. Білмедім Хангелді бауырымды. Бір қазақтың баласы шығар. Сатсын, жақсы емес па? Табыстау болса қандай тамаша. Так, бір айда 2-3 мәрте алса бола ма? Бір айда айына аласыз ба? Ай сайын. Апта сайын аласыз ба? Күнде снимать етесіз ба? Ақшаңызды. Ол сіздікі. Счет сіздікі. Binance сіздікі. Робот сіздікі. Ағайын. Бізде бір жігіттер солай істегенде. Мысалы, өзінің әйел екеуіне алған роботта. Бір робот емес, бұл жерде бірнеше робот алған. Соның табысын, күндегі тапқан ақшасын күнде снимать еткен ғой. 3 ай бойы. Пока сенбей, өзі әбден көңіл сенген кезде ғана барып тоқтатқанда ол. Оған дейін постоянно шешкенде ақшасын. $10 аз ақша емес, ағайындар, дұрыс қой. Сондықтан оның табысын күнде шешіп отырған. Неге болмайды? Болады. Тағы айтамын сізге. Счет сіздікі. Брокердегі бір. Екінші, Binance сіздікі. Binance сізден басқаша қолданамайды сіздің телефоныңызда. Үшінші, робот сіздікі. Сондықтан күнде шешкеніңізді өзіңіз білесіз, ағайын.
қалай бастаймыз, не істеу керек дейді. Менің WhatsApp нөміріме хабарласыңыз, 8707 жазып алыңыз, 222-0498. Ғалымжан есімім, Астана қаласындамын. Сабақ онлайн болады, робот болатын болса онлайн біз қосып береміз сізге. Екі жағынан да бірдей. Бәрі жерде біз қазір онлайн. Қазір офиста онда отыратын адам жоқ қазір. Рахмет Гауһар ханымына. Ол робот не істейді? Бекболат бауырым, ол робот сауда жасайды. Суткасына 24 сағат, аптасына 5 күн, айына 20 күн жасайды. Сауда жасайды. Қайда? Форексте. Форекс деген бұл әлемдік ақша базары, валютный рынок орысша айтқанда. Сол жерде күнделікті өзі ашып, өзі жабады. Мен робот телефоным жазып жоғарыда, жазып алсаңыз болады. Әлхамдулиллах деген мұсылман бауырым екен, Алла разы болсын. Акция құны түсіп кетсеші дейді. Акция құны түсіп те кетуі мүмкін, ничего страшного нет. Біз жерде сіздерге тек қана спасать ететін бірақ нәрсе әртараптандыру. Әртараптандыру. Орысша диверсификация деген. Мысалы сіз 10 акцияны алып қойдыңыз ба? 10 акцияның біреуі не екеуі, мүмкін үшеуі бір күн или бір апта минус көрсетуі мүмкін. Қалған 7-сі или 8-і плюс көрсетті, сіздің общий портфеліңіз плюсте болады. Сондықтан алсаңыз, жаңа именно акцияны біреу екеуден аласыз да, общий портфеліңізде 10 акция минимум болу керек сізде. И 10 ай сайын толтырып отырасыз еще. Қалай 10-ның 11, 12, 10 қылған сияқты, мына жақта да акцияны көтеріп отырасыз. Қайсы жақсы өтіп жатыр? Сізге көп нәрсе керек жоқ. Бір ай, 2 айда қағып аласыз бұны, тез түсінесіз, қай акция қалай қозғап жатқанын, күнде бір нәрсе көріп жатқаннан кейін жаттайсыз бұл нәрсені. Оны қалай қолданамыз, қанша тұрады дейді. Не тұрады? Робот па? Робот $500 тұрады, $50 қасында 2 сервисін 550. Аржағында депозитке 100, 250, 500 мың доллар сала бересіз. Әрға лимит жоқ. Так, бастау үшін қаншасы болу керек дейді. Если сіз акцияны айтып жатсаңыз, 1000 теңге, 2000 теңгеден бастай бересіз ағайын. Бүгін мен алдым ғой, ақырас Народный банктың 5 акциясын, банк Центркредиттің 2 акциясын мен алып, өзімнің шәкірттеріме түсіріп бердім да, оны осы жерде TikTokта неде тұр? Именно рилста тұр. Ашып қарсаңыз болады. Әр компания ма? Не сөз екен, не екен? Әр компания ма деген. Әр компанияның 10 акциясын алу керек болады. Народный банк отдельно, банк Центркредит отдельно, Каспийбанк отдельно, Казмунайгаз отдельно, Чайкока отдельно, Кисел отдельно, кете береді солай. $100 бастауға болады, $100 бастауға. Акцияда да, Форексте де екеуінде де болады. Нөмір жазасыз ба, үйретесіз ба дейді. Үйретеміз, нөмірді жазып берейік. Мен қазір жаздық, біз біраз етіп бар, мен қазір қайттан өзім жазайыншы ғана. Оставить комментарийге жазамыз 8 700. Міне жазды ғой мені. Міне жазды нөмірімді. Рахмет Гауһар ханым. Бұл менің нөмірім қағылы. 707 жазып алыңыз, содан кейін хабарласыңыз. Тікелей эфирден кейін жазып жіберіңіз, содан кейін хабарласамыз. Үйрету қанша болады Ғалымжан дейді. Үйрету тегін болады. Үйрету тегін. Робот өзі акция сатып алып, сатып отыра ма? Сонда жоқ, роботтың жағдайында акция емес, онда валюта. Онда доллардың евроға қатысы, доллардың канадский долларға қатысы, британский фунттың швейцарский франкқа қатысы сияқты 5 валютный пара, әрқайсысында бөлек-бөлек валютный пара. 20 роботтың 20-сында 20 түрлі актив тұр бізде. Онда акция емес. Онда именно валютный рынок. Плюс алтын және күміс бар. Сіз барлық усилия роботқа айтып отырсыз, неге дейді. Өйткені бүгінгі кеш мен басқа да тема тақырып айтуым керек, мен именно агрессивный инвестиция. Менің қаржылық сауаттылық курсыма сағат түскі 1-де берілетін уақыт. Шәкірттерге де басқа жұртқа да. Бірақ сіздің барлық сұрақтарыңызды жауап алмайсыздар қазір. Бірінші күн теориялық сабақ, қаржылық сауаттылық курсында екінші күннен бастап бізде не практикалық сабақтар кетеді, именно акцияны бастаймыз. Өнерінағар. Видеолар бәрі тұр, видеоларын біз беріп отырмыз. Бүгін тағы да түсірдік. Нөмір бола ма дей ма? Нөмір 807 222 0498. Жазып алдыңыз ба? Міне тағы да жазды 707 222 0498. Сондықтан ағайындар, бұл жерде біз бәрін бірдей көңіл таба алмаймыз. Мысалы, менің өзімнің тақырыбым бар, күнделікті кешке жақын. Мысалы, қаржылық сауаттылық курсына бағана бас жағында айтып кеттік, біз соны тамақ келсеңіз ренжімеңіз. Одан кейін біз Форекс айтып жатырмыз. Ол солай болады да. Робот сатып алу керек па дейді. Робот сатып алу керек Форекске. Сіздің меншігіңіз бітеді өмір бойына. Келесі аптада, келесі айда да, келесі жылда да өмірдің соңына дейін сізге жұмыс істеп тұрады. Робот деген. Айына 10-15% табысы. Тамаша емес па? Ол неше теңге?
ол 10 теңге емес, ол 500 доллармен есептейікші. Бұдан кейін Форекске қатысты болатын болса, біз доллармен есептейміз. Өйткені бүкіл дүние жүзі именно Форекс, оның тілі, оның ақшасы тек қана доллар. 500 доллар робот тұрады, 50 долларға екі сервисті қосып аламыз. Выделен сервер плюс FX монитор дегенді. Ар жағында депозитке 100 доллар, 250, 500, 1000 доллар. Жоғары лимит жоқ. Қанша робот аламыз десеңіздер, разницасы жоқ, бәрінің бағасы бірдей. Тамаша. Жақсы сұрақ келіп жатыр ма? Керемет. Ағайда 1 сағат болып қалды. Басқа сұрақ болмаса? $40 эфирде отыр. Тамаша. 41 адам болды. 5000 лайк жиналды. Тамаша. Бүгін өзі керемет барлығы. Роботқа қатысты сенбеу керек. Робот бұл искусственный интеллект, бұл адам емес біріншіден. Екіншіден, адамның жасаған қателіктерін жасамайды ол. Бізде эмоция бар. А бұнда эмоция жоқ. Не робот ол дейді. Ереке, қайырлы кеш, бұл жасаған интеллекттің негізінде жасалынған роботтар компьютерлік бағдарлама Форексте сауда жасайды. Форекс дегеніміз әлемдік валюта нарығы, ақша базары. Осы әлемде қанша мемлекет бар, қанша валютасы бар, оның ұлттық теңгеміз сияқты. Сол сияқты солардың барлығы бірдей сол саудаға шығады, ортақ саудаға. Сол жерде бұл ақшаны $1 сатып жатады, бір евро сатып жатады, бір сатып жатады, бір сатып. Соның әлемдік күндік обороты $7 триллион. Можете представить? $7 триллион. Ешқандай фондовый рынок, ешқандай товарный рынокта ондай оборот жоқ. Крипторынок тем более кішкентай. Қанша жерден күшті болса да. Так, $5000 теңгемен қанша доллар ұстамағалы қай заман кеттік қой дейді. Ойламаңыз, сіз байсыз. Бірінші деніңіз сау, сіз қазір көріп отырсыз осына. Соған шүкір етіп қойыңыз. $500 қазір есептейміз. Біздің бауырымызға қазір есептейміз $500. Так, $500. 446-тан да 454. Баған 454-тен алдым мен. Так, көбейтілген $500. Так, тен қайда? Менде шықпай жатыр. Где-то 300 000 шамасы болады ағайындар. Мен $650 есептеген кезде, $100 есептеген кезде. Биткоин бір түрі ма? Жоқ, биткоин түрі емес. Биткоин бұл криптовалюта, криптовалютаның темасы басқаша ағайындар. Компания атын айтып жібересіңіз. Пожалуйста, айтып жіберейін. General Trader Group. Так, одан кейін сатып алды дейді дивидендті процент дегенді қалай түсінеміз? Сатып алдық дейді дивиденд процент дегенді қалай түсінеміз? Сіздің сұрап отқаныңыз, Сая ханым, егер қаржылық сауаттылық курсындағы біздің Қазақстан қор биржасының компаниялары болса, Қазақстан компаниялары, онда сіз бірінші өзіңіздің 10% табысыңыздан 10%-ын үнемі салып отырасыз жинаққа, акцияға. Біздің Қазақстан компанияның акциясын сатып отырасыз. Ол бірінші сіздің ол осы 10% не қылады? Сіздің инфляция 22% бізде. 13.4 Народный банктікі депозит, Каспий банктікі 15%, миллион салсаң 150 000 теңге ғана береді. 150 000 теңге сіздің неңізді инфляцияны жаппайды, не то что табыс. 22%. Ал Народный банктің былтырғы тапқан табысы 30%-ға дейін табыс тапқан. Банк Центркредит, үштік банк біздің Қазақстанда үздіктер. Центркредит 47% табыс тапқан, Каспий банк 52% табыс тапқан мысалы. Білдіңіз ба? Сонда сіздің инфляцияны жауып тұр. Үстінен табыс табасыз да міне. Бірінші сіз не де қаласыз? Бірінші инфляциядан ақшаны сақтайсыз. Ең бірінші жағдай. Бұл табыстан бұрын. Екінші, акцияның құны көтерілген кезде сіз оның үстінен табыс алып тұрсыз. 1 миллионға сатып алсаңыз, былтыр 23 жылы январда деп қойыңыз, или наурызда сіз бір жылда үстіне 520 000 табар едіңіз, миллион үстіне. Каспий банктан, Каспий банктікі 52%. Еще бұның үстіне бұл әр компания бөлек-бөлек, біреу годовой, біреу 90 сайын. Именно Каспий банк 90 сайын не береді, дивиденд береді. Тамаша емес па? Оң жағынан да, сол жағынан да жақсы ғой акция деген. Акция дороже денег. Сіздің ақшаңыз инфляциядан бір сақтайды, тағыдан айтылайын. Екінші, акцияның құны көтерілген кезде сіз табыс табасыз. Бағасының көтеруіне қарай. Одан кейін сізге дивиденд төлейді. Так, қанша процентпен табыс табады, робот деген? Форекс робот айтып отырсаңыз, айына 15%-ға дейін табыс табады.
бұл 18 общий 20 робот бар бізде сатылып жатқан продажада. Оның 2-і ғана, қалған 18-і 5%-дан 30%-ға дейін табыс табады. Әртүрлі роботтар бар, 4 түрлі классификациямен 20 роботтың 20 түрлі стратегиямен жасайды. Пожалуйста, бір робот бір роботқа жұмысқа ұқсамайды ешқандай. Бұнда валютный паралар, жаңа валюталар именно. Одан кейін алтын мен күміс бар ішінде. Олардың бәрі жұмыс жасап жатыр. Еще оның сауда стратегиясы бәрі әртүрлі. Мысалы, біреуінікі сутлеп істейтін болса, біреуісі мысалы Кайман деген роботтар бар, именно жасасын интеллекттегі математический клиникада роботтар сөткесіне 3 сағат жұмыс жасайды. Ночьтың роботы, Кайман ночь деген бар, түнде ғана істейді ол. Именно американский рынокта сағат 8-ден кейін қалған 21 сағатта сіздің депозитіңіз бос тұрады ғой. Жұмыс жасамайды, бос тұрады. Тура сол жерде Кайман ден дегенде бар. Ол да именно скальпинг деген нәрсе бар Форексте. Быстрые сделки 10 минутқа ашат жабады. Мысалы, біздің классик плюстердің сутка бойы тапқан табысын ол 3 сағатта табады. Қалған уақытта депозит любой моментте шығарып алсаңыз болады. Жаңағы біз доливка деп сұрадым ғой, алдында айттым, сол доливкаға соны пайдалансаңыз болады. Екінші робот ретінде. Ол да жақсы тақырып. Жақсы, ағайындар, өте тамаша, живой прямой эфир болды. Керемет, ризамын сіздерге. Алла разы болсын. Сұрақтарды өте жақсы қойдыңыздар. Керемет. Так, Форексте қайсы фейк или не фейк қалай білеміз дейді. Молодец, тамаша. Өте жақсы сұрақ. Мен бұл сұраққа жауап беріп кетейін, ағайындар. Форексте именно брокерден басталады бірінші. Дүние жүзінде лицензированный 200-ге тарта Форекс брокер бар. 200-ге тарта. Бірақ біздің Қазақстан рыногына қаншасы келіп кетті, көбісі кухня деп атайды оны. Фейк демейміз, кухня деп атайды. Сол кухняда жұмыс жасап біздің Форекс брокер бар. Ал біз істеп жатқанымыз дүние жүзінде үздік 5-ке жатады. Екеуі де лицензияны, біреуіне 10 жыл, біреуіне 15 жыл. Миллиардер компаниялар екеуі де. Так, потому что ол жерде лақтыру көп қой. Міне дұрыс айтасыз. Мен жаңа ортада бір бауырым сұрақ қойдым, мысалы, бинома деп ше. Бинома таза кухня, ағайындар. Мен ашық айтайын жағдайды. Егер ақша салсаңыз, шығаруыңыз керек болды дейсіз. Так, брокерлерде лақтырады, оның бәрі зерттедім дейді. Дұрыс айтасыз. Көбісі лақтырады. Рас. Біздің компания 2017-тен бері жұмыс жасап жатыр. Еще английский, именно британский брокерлермен жұмыс жасап жатыр. Екеуі бірдей британский. Ол жақта европейский, именно лицензияның бәрін түгел есептеп қойғанда. Миллиардер компаниялар. Так, сізбенен қалай кездесіп үйренуге болады? Бас жетпей жатыр дейді көке мысалы. Төке, былай болсын. Мен телефон нөмірін жазып алдыңыз ғой да. WhatsApp-тан звондайсыз. Бізде Астанада, Лейбергте телефон. Жан-жағымыз барлығы клиент крупный организациялар. Государственный аттар бөлек. Біздің связь бәрі глушить етеді. Сондықтан біз үйде не тұр? Домашний Билайн тұр. Билайн дома деген емес. Сондықтан WhatsApp-тан звондасаңыз, дауысымыз жақсы шығады біздің. Сондықтан маған WhatsApp-қа звондап жіберіңіз, ертең күндіз 10 мен 11-дің ортасында сөйлесейік. 15 минут уақыт бар. Сұрақтарыңызды бәрі жазып алыңыз алдын ала. Одан кейін оқып бересіз, мен жауап беремін, пожалуйста. Сонда қайсына сенеміз дейді. Мен айтып отырмын ғой, біз екеуімен именно надежный 2017-тен бері істеп жатқан бизнес істеп жатқан компания. Біздің компания миллиардер компания уже. Біз ананы лақтырамайды ол жерде. Еще біз британскиймен істеп жатырмыз. Российский емес, казахстанский емес, украинский емес, олармен прямо істеп жатырмыз. Жақсы. Ағайдар, өте күшті болды прямой эфир. Сұрақтарыңызға рахмет. Алла разы болсын. Комментарийларыңызға рахмет. Жасап жатқан репосттарыңызға рахмет. Лайктарыңызға рахмет. Өте керемет, тамаша. Қайырлы түн болсын, ағайдар. Бай, бақытты, қуатты болыңыздар. Амандықта жүздескенше эфирде сау саламатта болыңыздар. Рахмет сіздерге.